Алматы төрінде өтіп жатқан 10-шы Айбын халықаралық жастар жарысында жүлделі орындар үшін тартысты талас жалғасуда. Командалар Қазақстан Республикасы облыстары, Астана, Алматы, Шымкент қалалары қатысушылары өзара Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдардың әскери патриоттық клубтары бір бөлек. Жас ұлан республикалық мектептері, мамандандырылған лицейлері мен мектеп-лицей интернаттар өзара күш сынасып, кім мықтыны анықтауда. Және де 6 мемлекет құрамалары айтулы алғашқы орында көріну үшін күш салуда. АК-74 автоматын бөлшектеу және жинақтау бойынша Қазақстан қалалары мен облыстар арасында Ақмола облысы Айбын әскери патриоттық клубы жеңіс тұғырына жайғасса, қарулы күштердің әскери құрылымдардың клубтары арасында ұлттық ұлан жас бүркіт бірінші орынға, жас ұлан республикалық мектептері, мамандандырылған лицейлері, мектеп-лицей интернаттарынан бірінші орынды Семейлік Шоқан Уәлиханов атындағы дарынды балаларға арналған жас ұлан мектебі иеленді. Ал құрамалар арасында жеңіске Қазақстан командасы жетті. Смарт Сарбаз робототехника бойынша байқаудың қорытындысында 50 топтың ішінен ерекшеленген Өзбекстан Республикасының өкілі International Excellence Award Winner номинациясын иеленді. Дәл осы байқау түрінен Қазақстан қалалары мен облыстар әскери патриоттық клубтары және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдардың әскери патриоттық клубтары, Жас ұлан республикалық мектебі мен облыстық әскери мектеп интернаттары арасында Солтүстік Қазақстан облысы Жас Батыр әскери патриоттық клубы үздік деп танылды. Здравствуйте, меня зовут Абзалхонов Аббосхон, я из Узбекистана, из Ташкента. Bugun men o'zim Smart Sarbaz ko'rik-tanlovida birinchi o'rinni oldim va vatanim nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'ydim. Rahmat, Ayбын. Айбын халықаралық әскери патриоттық жиында негізгі байқаулардан тыс тәртіпте өткен ұлттық ойындар бойынша. Бірінші орында Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі бітімгершілік операциялар орталығы Хан Сұлтан клубы қанжығасына байлады. Айбын дарыны интеллектуалдық ойынында 6 мемлекеттің арасынан оқ қою озық шығып, 30 ұпаймен бірінші орында Қазақстан құрамасы қанжығасына байлады. Жас ұлан республикалық мектебі мен облыстық әскери мектеп интернаттар арасында Қарағанды қаласының абыройын қорғайтын 2 рет Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов атындағы республикалық Жас ұлан мектебі 28 ұпаймен қарсыластарын қапы қалдырды. Ал Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдардың әскери патриоттық клубтары ішінен Айбын дарыны номинациясын 5 қару әскери патриоттық клубы иеленді. Мен Исқақов Нұрасыл Қазбекұлы, армия генералы Сағдат Нұрмамедов атындағы әскери колледж ұланымын. Қазақстан Республикасының құрамасына атынан шығып тұрып, алдыңғы жылы 2023 жылы гран-при иегері болдық. Дәл осы жылда сол көрсеткішті көрсетеміз және гран-при өз жеріне қалады. Жарыстың қазірге дейінгі нәтижелері дәл осындай. 750 жасөспірім өз командасына, облысына, еліне ең қалаулы гран-приді алып қайту жолында аянбай тер төгуде.